Телефон қарап отырсам, жолдасымнан кешкеге пирожки жасашы деген хат келді. Жарайды, айтсаңыз болды ғой деп ұшып тұрып, керекті заттарды дайындап алдым. Ең алдымен ыдысқа жылы 1 стакан суды құясыздар, жылы 1 стакан сүтті құясыздар, 2 ас қасық сұйық май, жұмыртқаның ақ уызы және де 1 шай қасық тұз, 2 ас қасық қант, және де соңында ашытқыны салып, жақсылап араластырып аласыздар. Барлығы жақсы болып араласқаннан кейін ұнымызды електен өткізіп отырып саласыздар. Барлығын ұнның бірден салып жібермеңіздер, қамырларыңыз қатты болып қалады, сондықтан осылай електен өткізіп жұмсақ қамыр елейсіздер. Қамырды 1 сағат, 1,5 сағатқа тындыруға жылы жерге қойып қоясыздар. Оған дейін салмасын дайындайсыздар. 4-5 дана картошка және 1 дана жуа керек болады. Картошканы ашып жуып аласыздар, осылай майдалап турап, суға салып, тұзын салып пісіруге жібересіздер. Қалған 1 дана жуаны кішкене майдалап көбіктеп турап, бөлек ыдысқа майға қуырып аласыздар. Жуаны қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да өздеріңіз қалауларыңыз, бірақ қоссаңыздар дәмі өте дәмді болып шығады. Дайын болған картошкамызды осылай езіп аламыз және ішіне жаңағы сарғайып піскен жуамызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қамыр да дайын болды. Қараңыздар, шағын қамыр 1 сағатта ашып шықты. Мен 19 бөлікке бөлдім. Ал сіздер қанша бөлікке бөлесіздер, ол өз қалауларыңыз. Столдың үстіне майды жағып, қамырларды 5-10 минутқа тындыруға қойып қоясыздар. Үстін майлықпен жауып, 5-10 минут өткеннен кейін уже қамырды жұқартып, жан-жағын жабыстырып, жақсылап салмасын салып, осылай табаның үстіне 5 минутқа кішкене тындырып қоясыздар. 5 минут өткеннен кейін манағы жұмыртқаның сары уызын жағып, 180 градуста қызып тұрған пештің ішіне 30-35 минутқа салып аласыздар. Мінекей сап-сары жұмсақ үлпілдеп тұрған пирожкилеріміз дайын болды. Енді ауызда еритін өте дәмді. Жасап көріңіздер, лайк, комментарияны ұмытпаңыздар.